15 сәуірге арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, жарқын, қызықты әрі жаңа мүмкіндіктерге толы күн болғалы тұр. Бүгінгі күн сізді сәтті сәйкестіктермен қуантады. Көпшілікті өз идеяларыңызбен, ойларыңызбен қызықтыра аласыз. Қолдау қажет болған жағдайда оны да еш қиындықсыз ала аласыз. Күннің екінші жартысына қарай сағынып жүрген адамдарды кезіктіріп қалуыңыз ғажап емес. Сондай-ақ сөйлесуден жүрексінбей, батыл қадам жасауға кеңес береміз. Торпақ, қызықты шаруалар мен жаңа тапсырмаларыңыз пайда болады. Бұл күні шаруаларыңыз көп болғандықтан бейжай отырмайтыныңыз анық. Кейбір торпақтар бұрындары толықтай шештім, аяқтадым деген шаруаларына қайта оралуға мәжбүр болуы мүмкін. Мұндай жағдайда қызбалыққа салынбаңыз. Қызбалық сізді артқа сүйрейтін жағымсыз қасиет. Жолыңызда жаңа адамдар кезігеді. Жаңа таныс адамдардан жаңа нәрсені үйренуге тырысыңыз. Егіздер, асықпаңыз. Бұл күн сізге миыңызға тыныштық беріп, тынығуға мүмкіндік береді. Жеңіл-желпі шаруаларды атқарғаныңызбен жүйкеңізге салмақ салмауға тырысыңыз. Қызықты жерлерге барып, аяқ асты отырыс секілді көңіл көтеретін ортадан бірақ шығуыңыз да ғажап емес. Дегенмен де мұндай нәрселер сізге қазір қажет. Ал қандай да бір жаңа істі немесе жоспарды жүзеге асыру үшін бүгінгі күн қолайлы емес екенін ұмытпаңыз. Шаян, күннің басы тыныш нотада басталады. Сондай-ақ күннің бірінші жартысы толықтай ескі шаруаларды аяқтап, нүктесін қоюға таптырмас уақыт. Ал содан кейінгі уақытта жаңа шаруаларыңыз шығып, күрделі жұмыстарды бастайсыз. Ең бастысы әлсіздікке салынбаңыз. Жаныңызда арқа сүйеуге болатын адамдар баршылық. Қолыңызға ақша тиіп жатса, оны лезде жұмсамаңыз. Аяқ асты жасаған саудаңыз сәтті бола бермейді. Ал бір іске ақша қоюда сізге табыс келмесі анық. Сондықтан да ақшаңызды үнемдеңіз. Арыстан, өз командаңызға немесе араласу ортаңызға қосқыңыз келетін адамдармен сөйлесіп, әңгіме жарастыруға таптырмас күн. Сіздің өзіңізге деген сенімділігіңізбен алға ұмтылысыңыз кімді болмасын еліктірмей қоймайды. Арыстандар іскерлік өміріне де, жеке өміріне де қатысты адамдармен танысып, сөйлесіп, алдағы уақытта берік достық қарым-қатынас құралады. Жұлдыздардың пайымдауынша, бойында көшбасшылық қабілеті басым арыстандар бұл күні кез келген жоспарларын жүзеге асыра алады. Бикеш, барлық нәрсе мінсіз болмай жатса да, сіз бұған бола күйіп-пісіп, ашуға бой алдырып, үрейленбейсіз. Бұл жақсы, бірақ сөз таластардан құтылу мүмкін емес. Себебі сізді бұған дейін қолдап келген адамдар сізге күмәнмен қарап, негізсіз сұрақтар қоя бастайды. Мұндай жағдайларда бикештердің кез келген ортада өздерін дұрыстай алуы жақсы көмегін тигізбек. Кешкі уақытқа қарай жағымды жаңалықтарды естисіз. Бикештерді жақындарының, достарының жетістігі қуантады. Таразы, күннің басында жағымсыз сәттер орын алуы мүмкін. Жақындармен түсініспестік туындап, бұрындары жақсы ортақ тіл табысқан адамдармен байыпты сөйлесу қиындап кетеді. Алайда бұл ұрысты жағдай болады деген сөз емес, бірақ көңіл күйіңіз болмайды. Күннің екінші жартысына қарай жағымды өзгерістер орнап, біраз жағымды жағдай орын алмақ. Жаңа мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыз. Сізге достарыңыз, серіктестеріңіз көп көмегін тигізеді. Саршаян, ұнамсыз, жағымсыз жағдайлардан құтылу өкінішке орай мүмкін емес. Сіз болмашы нәрсеге бола уайымдап, үрейге салынасыз. Кейбір саршаяндар тым жараланғыш болып кетуі де мүмкін. Мұның барлығы бүгінгі күні дұрыс шешім қабылдауыңызға кедергі болады. Асығыс шешім қабылдамай, нақтыланбаған жоспарыңызды да әзірше ешкіммен бөліспеңіз. Қолыңыздан бәрі келеді, тек жоқ жерден проблема жасап алмаңыз. Мемлекеттік мекемеге арыз немесе өтініш тастаған саршаяндар бүгінгі күні олардың тарапынан жауап алуы мүмкін. Мерген, қызықты оқиғалар мен танысулар, кездесулер орын алатын жағымды күн. Мергендердің іскерлік қарым-қатынастарды бекітуге зор мүмкіндігі болмақ. Сіздің сәттілігіңіз сіздің өзгелермен қалай байланыс орнатуыңызға байланысты. Ал күннің екінші жартысында сәтті сәйкестіктер орын алады. Бұл жағдайлар сізді қызықты ойларға жетелемек. Сондай-ақ бұл уақыт романтикалық оқиғалар үшін де таптырмас уақыт. Ғашық мергендерді тосын сыйлар күтуде. Тауешкі, бүгінгі күні тауешкілердің басым бөлігі уайымға салынып қобалжиды. Олардың уайымдауының басты себебі өздерінде емес, жақындарының мәселесі. Жақын адамдарыңызға көмек қажет болады және сіз оларға көмектесу үшін бәрін де жасайсыз.
күннің екінші жарысына қарай ақша түсіп қалуы мүмкін. Тиімді келісім шарттар жасауға мүмкіндік бар. Сондай-ақ бұл уақытта бизнеске, жұмысқа қатысты да маңызды сұрақтарды шеше аласыз. Сіз барлық нәрсеге тіке, нақты қарайсыз. Қиял мен арманға берілместен дұрыс, нақты шешім қабылдайсыз. Соқойғыш. Барлық жағынан алып қарасақ та бүгінгі күн жайлы өтеді. Тек эмоционалды тұрақсыздықты ғана кемшілікке жатқызуға болады. Болмашы нәрсеге бола уайымға салынбаңыз. Жаныңызда сіздің көңіл күйіңізді көтеретін, сізге шабыт беретін адамдардың болғаны дұрыс. Жақсы көңіл күйде болсаңыз, сіз бағындыра алмайтын белес, қол жеткізе алмайтын сәттілік болмайды. Табандырақ болып, тапқырлық танытыңыз. Балықтар. Күннің бірінші жартысында тек жеке шаруаларыңызды ғана атқарыңыз. Қазіргі уақытта сізге әлдекімдердің кедергі жасауы екіталай. Тек ойыңызды қажетсіз нәрселерге бұрмаңыз. Себебі уақыт жоғалтып, күшіңізді де бос нәрсеге ысырап етуіңіз мүмкін. Дер кезінде тынығып, дер кезінде батыл қадам жасай беріңіз. Егер өзіңіз бейбіт түрде басқалармен ортақ келісімге келгіңіз келсе, оны да тек байсалды әрі өзіңізге сенімді болғанда ғана жүзеге асыра аласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.